Кітап нөмір 155 Асқар Сүлейменовтің Адасқақ атты повесті. Осындай шағын кітап, 160 беттен тұрады. Енді авторға келсек, ол кісі 1938 жылы 29 желтоқсанда қазіргі Түркістан облысының Шорнақ елді мекенінде дүниеге келген. Және 1992 жылы 15 мамырда Алматы қаласында 54 жасында қайтыс болған. Бұл шығармасы жалпы повесть деп келеді. Адасқақ сол бір повесть қана енген бұл кітапқа. Енді бірден атауына көшейік. Адасқақ негізі Біржан Салдың күйі. Сол себепті атынан ақ жаңағы түсінуімізге болады. Бұл Адасқақ дегеніміз Біржан Сал туралы. Енді сондай бір күрделі түрде жазылған екен. Шынымды айтайын, мен өзімде аса қатты түсінбедім десем де болады. Себебі ол кісінің жазу стилі сондай бір күрделі, бір асықпай зерделеп оқитындай шығарма екен. Енді негізінен бұл кісінің көбінесе Бесатар деген шығармасын мақтайды әдебиеттанушылар. Енді бұл Адасқақтағы негізгі мәні, бұл ол кісі кеңес өкіметі кезінде жазған кітап қой. Сол себепті сонау жаңағы қазақтың тарихын бір жағынан қазіргі қазақтар адасып жүрсіндер деген мағынада осы Біржан Салдың күйінің атын алумен қатар сол кездегі ұлттық құндылықтарды, жалпы күй өнерін, жалпы сал-серілікті және бұл кісінің өзі бірнеше диалогы бар, кездесуі, соның өзі бірнеше әйгілі адамдармен, тарихи тұлғалармен кездесуін жазған екен. Енді ең бірінші бөлімі 1890 жылы Біржан Әпіш Теміртас деп келеді. Енді Әпіш деген ол кісінің жұбайы, Теміртас деген ұлы, сол өзара үйдің жаңағы күйбеңмен отырған кездегі үйдің әңгімесі, сол замандағы жаңағы мал сою болсын, басқасы болсын, бір жағынан сондай жағын бізге әкеледі. Одан кейін екінші диалогта 1875 жылы Абай Біржан деп келеді, Барлыбай жайлауында болған оқиға. Енді бұл жерді көбінесе біз Абай жолында оқыған екінші томындағы Біржанның Абайдың ауылына келген сәтін елестете аламыз. Себебі сол кездегі жастардың сол ауылға жиналуы, сол жиналып басқа жаққа кеткендігінің кейін болған оқиға секілді, жаңағы бұл жалғасы секілді Абай мен Біржанның арасындағы әңгіме. Бірақ менің түсінігімде екеуі жолға шығады, Барлыбайдың жайлауын басып өтеді. Тура сол Абай жолындағыдай оның шешесі Ұлжан мен жаңағы кіші шешесі Айғыз екеуі Ділдәні ортасына алып, Ділдәнің жаңағы анасы, Абайдың қайыненесі сол кезде қонаққа келіп жатады. Сол кезде осы сен қыз ойнаққа айналдырып жібердің ғой ауыл маңайын, әкең болса қажылықтан не хабар жоқ, қанша уақыт өтті деп сол кездегі оқиғаны осы кітапта да келтіреді. Яғни бұл кісі сол жаңағы материалды сол Абай жолынан алған секілді әсерде болдым, мен ойым жалпы. Бірақ Абай мен Біржанның ол кезде Абай жолында сондай бір сыйластық секілді бір керемет паш етілсе, бұл жерде Абай Біржанға өзінің өкпесін айтады, жалпы өлеңдеріне біраз мін келтіреді, сын келтіреді. Сөйтіп екінші бөлім сол Абай мен Біржанның диалогы. Үшінші 1892 жылы Біржан Бастиян деп келеді. Бастиян деген өзге ұлт өкілі, фельдшер болып табылады. Біржанның жалпы сол кездегі денсаулығының ақаулығын айтып отырады. Және бір түсінгенім, бұл жерлерде көбінесе жаңағы арақтың кірісуі бар бұл кітапта. Бір-екі жерде Біржанның сонда тартып жіберді деген және бір жері күпірлік сөздерде кездеседі екен. Одан кейін 1886 жылдары маусым Қотыркөл Шортанды деп келеді. Сол кезде Біржан сол жақта жүрген кезде
Нұрмағамбет деген кісінің үлкен ағасы болады. Сол аста Батыраш болады, Ақан сері болады. Сол Ақан сері менен Біржан Салдың арасындағы текетес. Бірақ бұл жерде де менің байқауыма қарағанда екеуі керемет бір достық қарым-қатынаста емес, бір өзара бәсекелес қатынаста ма, сондай бір күйде келтірілген. Және ең соңы 1894 жылы Біржан Салдың елуден асқан кезі, елуді алқымдаған шағы, Біржан Әпіш деген бөлімдері осы үйіндегі бір елестеп, ол кісінің ауырып жүрген кездері болу керек, науқастанған кездері. Сондай бір өмірге деген өкініш, сондай бір мұң нала араласқан сөздер көп екен. Енді қысқасы өте күрделі шығарма, екінің бірі түсіне бермейді. Бұны зердесі өте жоғары деңгейдегі көп оқыған әдебиеттанушылар болмаса, біз секілді қарапайым оқырманға ауыр тиетін шығарма екен, соған көзім жетті. Хош, осымен Асқар Сүлейменовпен де таныстық, Қағдас Қақпен де таныстық. Негізі ол кісінің Бесатар шығармасын көбі жақсы жаңағы пікірде, көп әдебиетшілер. Енді келесі кітап таңдайық. Келесі оқитын кітабымыз Қозы Көрпеш, Баян сұлу.